DNS домен, жалпы домен name system деп аталады. Домен дегеніміз ол нүктемен бөлінген символдық аттар. Жалпы біз мынаны түсінейік, адамдарға мысалға IP адресті жаттау ол бізде қиын болды да. Содан кейін 1000 IP адрес болғаннан кейін адамдар айтты, бұл қиын болады, яғни әр сайтты жаттау мүмкін емес деді. Сол себепте де олар domain name system деген мысалға желідегі біздегі хаттаманың түрінен технология ойлап табады. Пайдаланушы үшін сандық адресті сақтау қиын болғандықтан интернетте домендік атаулар жүйесі енгізіледі. Домендік атаулар жүйесі IP адреске қарап өзіндік ерекше атау тағайындайды. Интернет атауларының қызметі TCP/IP стандарты қызметі болып табылады. DNS қызметі желідегі клиенттерге, жалпы желідегі компьютерлерге домендік атауларды тіркеу және рұқсат ету мүмкіндігін береді. Жалпы бұл домендік атау жүйесі иерархиялық құрылымды болады, яғни ол құрылымы жағынан үшке бөлінеді. Бірінші жоғары деңгейлі біздегі домен name, бұл бізде TLD, яғни top level domain. Түбірлік доменнен кейінгі домендік атау жүйесінің иерархиясындағы ең жоғарғы деңгей, бұны кейде бірінші деңгей деп жатады. Екінші деңгейлі бізде бұл SLD дейді. SLD дегеніміз бұл екінші деңгейлі домені. Second level domain деген сөз. Ал бұл доменнің атаудың деңгейі бұл жоғары деңгейлі доменнен кейінгі нүктемен бөлінген бөлігі бізде екінші бөлік болып саналады. Одан кейін үшінші деңгейлі бұл бізде сайт құрылысында үшінші деңгейлер қосалқы домендер, бұны болса субдомен деп атайды. Жұмыс үстелі немесе сайт пен оның мобильді нұсқасын ажырату үшін қолданылады. Тағы да қызықты мәлімет, жоғары деңгейлі біздегі доменнің имя бұл екі типті болады. Біріншісі географиялық және әкімшілік. Географиялық ол бізде әр мемлекетке беріледі. Ең қызығы бұл дүниежүзінің әр еліне екі әріпті ғана қолданады. Мысалға Қазақстан KZ, Россия РУ, Ұлыбритания UK, Франция FR. Қазақстан бұл алғашқы KZ жоғары дәрежелі ұлттық доменін 1994 жылы 19 қыркүйекте тіркелген болатын. Екіншісі ол бізде әкімшілік, административный, бұл жерде бұл үш немесе одан да көп әріптермен белгіленеді. Бұл әрбір компания оны өздерінің екінші деңгейдегі домендерін тіркеу үшін қолданады дейді. Кейде ол мысалға бірінші деңгейде де келуі мүмкін. Яғни бұл жоғары деңгейлі болғандықтан ол кейде бірінші деңгейлі болады, көп жерлерде ол екінші деңгейлі болып қолданады. Мысалға edu.kz деген сияқты мысалға аты болады. Енді келесі әкімшіліктің өзі мысалға бірнеше ұйымдарды қамтиды. Олардың атаулары бар және қайсысы қай ұйымға екенін біліп жүрген абзал. Әкімшілік ұйымдар, домен түрлері ең алдымен .com бұл коммерциал деген сөзден шыққан. Коммерциалдық бұл, одан кейінгісі educational деген английский сөзден шыққан, бұл білім беру ұйымы. Gov деген government бұл бізде мемлекеттік. Одан кейін biz деген бар, бұл business organization, яғни бизнес сайттар, бірақ көбіне bizдің орнына болмаса комды қолданатын негіз. Одан кейін .name ол бізде name дегеніміз жеке деректер. Org деген бар, бұл organization деген, бұл түрлі ұйымдарды айтады. Net деген ол networks'дан шыққан, бұл желілік ұйымдар бұл. Info деген information деген сөзден шыққан, яғни ақпараттық сайттар. Музеум деген атынан беріліп болып тұр, ол музейлік домен. Mil дегеніміз ол military деген сөзден шыққан, әскери, яғни домен түрлері mil болады. Int деген international organization, яғни халықаралық доменнің аты бізде int болып бітеді екен. Жалпы назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатика ағай. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызды сұранамын. Жалпы жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.